Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы наурыз көже дайындап көрсететін боламын. 7 өнімнен тұратын наурыз көжемізге жылқы етін пайдаланған жөн. Өйткені жылқы етінің сорпасы қатпайды және де көжемізге ерекше дәм беріп тұратын болады. Одан кейін тарымызды, арнайы кеспемізді, перловкамызды, сұйық құртымызды, қатығымызды қосатын боламыз. Етімізді осылай 2 сағат пісіріп аламыз. Перловкамызды тазалап жуып, ыстық отта алдын ала қайнатып алатын боламыз. 2 сағат әбден қайнап пісіп шыққан етімізді суытып, ұсақтап турап алатын боламыз. Тарымызды тазалап жуып және де алдын ала қайнатып алған перловкамызды барлығын қайнап жатқан сорпамызға салатын боламыз. Кейбір көжелерде тарының орнына жүгері немесе бидай қосып жатады. Яғни өздеріңіздің қалауларыңызбен үйдегі бар заттармен де дайындауға болады. Қайнап жатқан сорпамызға кеспемізді қосып араластырып алатын боламыз. Одан кейін ұсақтап туралған етімізді қосып 20 минут қайнатып аламыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін ең ақырында мен құртты қосатын боламын. Бұл құрт көжемізге ерекше дәм, қышқылтым дәм беріп тұрады. Кейбір кісілер көжелеріне айран да қосып жатады, бірақ мен айран қосып жасап көрген жоқпын. Осылай сұйық құртпенен қатықты қосып жасаймын. Көжеміздің дәмі осымен ерекше болып тұрады. Көжеміз дайын болды. Ұлыстың ұлы күні әз наурызымыз құтты болсын, ақ мол болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрдайым осылай дастарханымызда тек қана қуаныш болсын.